Баласы бар аналар енді салық төлемейді. Дәл осындай жеңілдіктер Венгрияда қабылданайын деп жатыр екен. Тарап жүрген ақпаратқа сенсек, бір баласы бар 30 жасқа толмаған әйел табыс салығынан түбегейлі босатылады. Ақпарат рас па? Бірге тексеріп көрейік. Венгрияда балалы әйелдерден табыс салығын алып тастау процесі кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Алғашқысы сонау 2020 жылы басталған. Ол кезде 4 және одан көп балалы әйелдер табыс салығынан түбегейлі босатылған. Ал ұлттық экономика министрі Нойт Мартин соның жалғасы ретінде биылғы жылдың 1 қазанынан бастап енді 3 балалы аналар салықтан босатылатын мәлімдеді. Ал 2 баласы бар 40 жасқа дейінгі аналар 2026 жылдан бастап, 50 жасқа дейінгі 2027 жылдан бастап, 60 жасқа дейінгі 28 болса, 60-тан жоғарылар 2029 жылдан бастап салықтан түбегейлі босатылады екен. Сондай-ақ бір баласы бар 30 жасқа дейінгі аналар да салықтан босатылатынын мәлімдеді. Венгрия премьер-министрі Виктор Орбан 24 ақпанда парламент депутаттарымен кездесу өткізді. Жиында Венгрияда кейінгі жылдары туу көрсеткіші азайып бара жатқанын айтты. Сол үшін де балалы аналарды салықтан босату жүйесін енгізу басты мақсат екенін атап өтті. Ал Евростаттың дерегіне сәйкес 2023 жылы Венгрияда туу көрсеткіші 1,55 болған. Дегенмен бұл Еуродағы елдердің арасында Франция мен Болгариядан кейінгі жоғары көрсеткіш. Венгрияда туу көрсеткіші кейінгі бірнеше жылда төмендегенмен жалпы 10 жылдықта өскенін байқаймыз. Сондай-ақ Мажарстанда алғашқы баласын туғандағы әйелдердің орташа жасы 28-де 8 жас. Яғни 28-ден асқан соң әйелдер алғашқы баласын дүниеге әкеледі екен. Салыстырмалы түрде Италияда 31-де 8 жас, Испанияда 31-де 5 жас болса, Францияда 29-да 1 жас. 2024 жылғы дерек бойынша Венгрияда 9-да 5 миллион адам тұрады екен. Оның ішінде 4-те 6 миллион еркек болса, 4-те 9 миллион әйел адам. Ал сіздің ойыңызша біздің елге осындай заң керек па? Ойыңызды комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.